Сәлем баршаңыздарға. Бүгін сіздермен печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін қамырын алдын ала дайындап алдым. Қамыр үшін сүт, май, разрыхлитель ұн және құмшекер керек болады. Осы қамырдан песочный пирог жасасаңыздар да болады. Қамыр көп болғандықтан мен екіге бөліп алдым. Бірін холодильникке алып қойдым. Ертең песочный пирог жасайтын боламын, творожный қылып. Сол үшін бір бөлігін әдемілеп жайып, мына кекстің формасымен кесіп алдым. 180 градуста қызып тұрған пешке салып, қызарттырып пісіріп аламыз. Өте тәтті шықты. Сол үшін балдарым рахаттанып жеп алды. Тамақ жасап атқандай екі балам жылап, мені ойна деп қоймайды. Сол үшін оларға үстелдерді құрап домик жасап бердім. Олар ішінде ойнап отырғанда мен тамақтарымды жасап алдым. Бірі борщ, бірі картошкамен ет десе болады. Бірдің үйде бірі борщ жесе, бірі жемейді. Сол үшін екі тамақ жасадым. Рахмет баршаңыздарға, сау болыңыздар.